Қуырылған, қытырлақ, ашты, тәбетті тауық еті дегенде есімізге бірінші не түседі? Иә достар, осы уақытқа дейін қаншама адамның жүрегін жаулап алған KFC тағамы. Ал сіз осы тауық аяқтарының тек жанармай бекетінде ғана сатылғанын білесіз бе? Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осы KFC тағамының тарихын ақтаратын боламыз. Егерде қызық болса, видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Суретте көрсетілген бұл адамды бәріміз көрген шығармыз. Дұрыс айтасыздар, бұл кісі KFC-ді ойлап тапқан адам. Бұл адамның есімі Герланд Сандерс. 1890 жылдың 9 қыркүйегінде дүниеге келген. Балалық шағы қиын өткен. Тұрмысы нашар отбасында жалғыз ұл болған. Әкесі фермерлердің тапсырмасын орындап ақша табатын. Ал анасы үй тірлігімен айналысқан. Герланд 6 сынып оқып жүрген кезінде әкесі қайтыс болады. Отбасын асырайтын адам жоқ болғандықтан, ол мектепті тастап жұмыс жасауына тура келді. Яғни 6 жыл ғана білім алған. Анасы жұмысқа кеткенде ол үйде болатын болған. Және сол кезден ол ас дайындауға жақын бола бастаған. Анасы және туыстары оның жасаған тамағын жиі мақтап отырған. 15 жасында автобуста кондуктор болып жұмыс жасап, кейін 1 жылдан соң оны әскерге алып кетеді. Оны Куба қаласына жіберді. Ол тек әскери борышының 1 жылын ғана орындап, әскерден қашып кетеді. 16 жасында темір жолда от жағушы болып жұмыс жасайды. Өсе келе үйленеді, бірақ та ол сәтсіз неке болып шығады. Арада бірнеше жыл салып, Клаудия атты бойжеткенге ғашық болып, өмірінің соңына дейін бірге болады. Олардың 3 баласы болған. 40 жасына дейін тек қара жұмыспен айналысқан. Осы жасына дейін 10 кәсіп ауыстырған. Жасамаған жұмысы болмаған. Дөңгелек ауыстырып, фермер болып, әскери қызметпен, отын жарушы, тасымалдаушы және тағы да басқа сол сияқты көптеген жұмыстармен айналысқан. Ол біраз ақша жинап, жанармай құятын бекет ашуды жөн көреді. Жанармай сатудан бөлек, ол кішкентай кезінде жиі дайындаған өзінің фирменный қытырлақ тауық етін жасап сатады. Уақыт өте келе адамдар жанармай құю үшін ғана емес, тіл үйретін тауықты жеуге келетін болған. Келушілердің саны көбейе бастағандықтан, Сандерс бұл арқылы жақсы пайда табуға болатынын түсінеді. Рецебін жақсартып, көп адам келе алатындай жерді жалға алады. Бұл жұмысы алдыға жүре бастайды. Кейіннен өзінің мекемесіне Kentucky Fried Chicken деп ат қойған. KFC бұл қысқартылған түрі. Арада көп ұзамай, Сандерс және оның фирменный тағамы Кентукки штатында өте танымал бола бастайды. Сонымен 1935 жылы Герланд Сандерс губернатордан полковник атауын алады. Бұл әскери қызмет еткені үшін емес, қоғамға тигізген еңбегі үшін беріледі. 1937 жылы Сандерстың кафесі және ауласы атты мотель ашады. Бұл ресторанға шамамен 140 адам сиятын болған. Ашылу салтанатына әппақ костюм шалбары және лентадан жасалған бантикпен шыққан. Оның сол образы әлі күнге дейін брендтің визиттік картасы болып табылады. 62 жасына келгенде Сандерстың бизнесі құлай бастайды. Бірақ ол оңай беріле салмады. Франшиза штаттарындағы мейрамханаларға өзінің жасаудағы құпия әдістерін айта бастайды. Бірақ та рецебін ешкімге тіс жармайды. Сол арқылы табысы жоғарылай бастайды. 1964 жылы Джон Браунс деген кентуккилік кәсіпкерге $2 миллион рецебін сатады. Сандерс өзінің құпия рецебіне патент жасамаған. Себебі уақыт өте келе патент өз танымалдығын жоғалтып, барлығына қолжетімді болып қалады. Ал қазіргі сәтте KFC-дің рецебі тек санаулы адамдар ғана біледі. Көбісі тіпті рецебін KFC-дің құпия сейфында сақталған деп айтады. Онда мейрамханаларда оны қалай жасап жүр деген сұрақ пайда болар. KFC-дің дәмдеуіштері тек араласқан күйінде сатылады және сол арқылы мейрамханаларға жіберіледі. Тіпті аспаздар арасында рецебін табу үшін сайыстар болған деседі. Мінеки достар, кішкентай Сандерстың тамақ жасауға деген махаббаты осындай үлкен нәтижеге алып келді.
Осылайша тағы да бір тағамның тарихын ақтарып тастадық. Егер де достар сіздерге біздің видеоларымыз пайдалы болса, біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңырау шаны басып, комментарийға келесі қай тағамның тарихын білгіңіз келеді, соны жазып кетіңіз. Біз сол тағамның тарихын жазуға тырысатын боламыз. Достар, біздің арнамыздың өсуіне көмектесіп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.